Сонымен тағы да бір живой отзыв. Жалпы өнімдері енді сапасы өте керемет, қыздар. Өкінбейсіздер, қандай да бір проблемаларыңыз болса, оны жасырудың қажеті жоқ. Оны керісінше қазірден бастап Қазақстанда өзіміздің ақша таба отырып, өзіміздің дүкеннен барып ақша шығарғанша өзіміздің өнімге активация жасай отырып, осы компаниядан алыңыздар. Жалпы маска жайлы айтайыншы, қыздар. Бізде екі түрі бар масканың. Біреуі бет күтіміне арналған маска болса, екіншісі денеге, яғни боди маска дейді. Дененің терісі енді қартайғанымызға, қара даққа, дененің қолдың терілерінде, аяқтың терілерінде қара дақтар пайда болады, білесіздер. Жалпы бет маскасы жайлы айтайыншы, отзыв, живой отзыв. Өзімнің көршім болған, үлкен кісі болған, үлкен тәтеміз болатын медик өзі, больницада жұмыс жасайтын. Сол кісі өзі медик бола тұра қызында осындай қотыр ауруы болды. Яғни беттегі әрдайым шығатыны, беті, қолы, андай балықтың не дейді, андай балық ауру дейді ма, не дейді, қабыршақтанып кетеді кожа. Сондай аурумен қыз ауыратын. Ол тіпті қыз енді әдемі қыз болса да, былай беті, мойны, мына екі қолынан неге дейін, шынашаққа дейін сондай балықтың терісі сияқты қотырлан. Ол еще білесіздер ме, қалай қыз қалай, сол кездегі 14-15 қыз ғой, өте қатты компостоваться ететін. Кәдімгідей бетіне маска тағып, қолдарына үлкен жемпілер киіп, ұзын нелер күннің ыстығында сөйтіп спортивкамен сөйтіп жүретін еді. Кейіннен сол масканы мен статусқа салғаннан кейін мен сол жадыра тәте көріп маған жазып жүріпті: Марал, мен осы бір айдай асты осы өнімді алған едім, керемет өнім, мен осындай, сен білесің ғой менің қызымды, осындай жағдай болып еді ғой, енді қарашы дейді да, бір ай біз осы өнімді қолдандық дейді. Қазір дейді бетінде ізде қалған, рубец те қалған жоқ дейді. Ол қышығаннан бетін бала енді по-любому алып тастайды, тырнап тастайды. Ол рубец міндетті түрде. Медицинада жүрген адам оның емін таба алмай, дәріден дәрі, сасық маздар жағып сөйтіп жүретін ғой. Оны постоянно антисептикалық нәрселер сеуіп, ол ары қарай нетіп кетпесін, қан қойып кетпесін деп дейді. Сосын біз осы масканы мен бір сестрама айтып әкеліп жағып нетіп едік дейді. Енді мен шок болдым дейді. Мықты өнім екен, действительно дейді. Сен қалай бұл компанияға келдің деп мені сұрап жатыр да. Сен бұрын басқа компаниядан ғой, мына компанияда осындай жағдай менің басымнан өтті, мен уже екінші флакон мен заказ беріп қойдым дейді. Қыздар, міне нағыз шынайы отзыв. Жаны ауырған ана міне қазір емін тауып отыр.